Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаев шынықсын денеміз. Сабақтың мақсаты өлеңнің мазмұны мен негізгі ойды ашу. Сіздерге салауатты өмір салтының бір тармағы денені шынықтыру жайлы түсінік беру. Сіздердің шығармашылық жұмыс істеулеріңізге ықпал ету, сөздік қорларыңызды молайту, өз ойларыңызды жинақтап, жүйелеп қорыта білуге біліктіктеріңізді жетілдіру және табиғат тамашасына сүйсіне білуге, салауатты өмір сүруге тәрбиелеу. Сабағымызда балалар ана тіліміз туралы бір шумақ өлеңмен бастайық. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Өте жақсы. Олай болса, ой қозғау мақсатында мен сіздерге жұмбақ жасырайын. Шана мен зырғып желдетіп, шаңғы коньки тебеміз, ақ қала жасап ойнайтын, қай мезгілде ойлайсыз? Жақсылап ойланайық балалар. Әрине, бұл қыс мезгілі. Ендеше балалар, қысқы спорт тақырыбындағы бейнебаянды тамашалап алайық. Қыс айы жылдың қызығы мол мезгілі. Бала атаулы ақ қала соғып, енді бірі сырғанақ теуіп мәре-сәре болып жатады. Аппақ қардың өзін табиғаттың тартуына баласақ та болады. Ал осынау тамашасы таусылмайтын күндерде қысқы спорт түрлерімен шұғылданатындардың айы оңынан туады. Қыс бастала салысымен шаңғымызды алып тау бөктеріне барғанды жақсы көреміз. Кейбірі конькиін сайлап мұз айдынына асығады. Ал осы қысқы спорт ойындары туралы не білесіз? Шаңғы спорты. Бұл спорт түрінің қатарына шаңғымен жарысу, тұғырдан секіру, шаңғы қос сайысы және тау шаңғысы мен биатлон жатады. Бұлардың барлығы да қысқы олимпиадалық ойындарының бағдарламаларына енген. Дайындық ашық аспан астында өтетін болғандықтан адамның денсаулығына өте пайдалы. Ал әлемге кеңінен танылған сноубордтың 4 түрі бар. Қатаң ережедегі сноуборд, спорттық, фрирайд және фристайл. Қарлы аймақтарда осы спорт түрін меңгеруге деген құлшыныс ерекше. Осы спорт түрін меңгерген адам ешбір қиядан, құздан, жардан да қорықпайды. Сноуборд теуімен айналысатын спортшыларды жүрек жұтқан жандар десек қателеспейміз. Қараңыздарша, керемет емес пе? Хоккей, нағыз ерлердің ойыны. Алайда осы спорт түріне қызығатын қазақ жастарының қатары аз. Ересектер арасында Азияны бағындырғанымызбен, бүгінде еліміздің бірнеше облысында ғана хоккей клубы бар. Сол үшін біздің ойыншылар Ресей біріншілігінде ойнауға мәжбүр. Мен 4 жыл хоккейға қатысып жүрмін. Мен 10 жастамын. Менде қазір қосымша хоккей болады. Міне мені шақырып жатыр, сау болыңыздар. Бобслей, шанамен сырғанау спортының бір түрі. 19 ғасырдың аяғында Швейцарияда пайда болған. Бұл жарыс екі қапталына және табанына мұз қатырылған, шұғыл бұрылыстары бар арнайы жолдарда өткізіледі. Экипаж 2 және 4 адамнан тұрады. Шананың сырғанау жылдамдығы сағатына 100 км-ден асады. Елімізде арнайы жасалған бобслейдром болмағандықтан бұл спорт түрі Қазақстанда дамымаған. Конькимен жылдамдыққа жүгіру. Мамандардың айтуынша бұл спорт түрінен жетістікке жетем десеңіз, жаттығуды бала кезден бастаңыз. Ал 15 жастан асқан соң жаттықсаңыз, мұз айдында өзіңізді еркін ұстауда қиынға соғады. Жаттықтырушы Әліби Асқарұлы, мұз айдында сырғанауды көбісі спорт емес, жай ғана демалыс алаңы деп есептейді деп өкпесін айтты. Дегенмен бапкер болашақта осы бір жас жеткіншектерден мол үміт күтетінін айтады. Менде қазір 100 балам бар. Оның арасында іріктеліп, бір қалатындар, бір 20 бала қалады. Бір 20-сы қалса шығарамыз чемпионды. Бір 5 жыл, 7 жыл аман есе болсақ, шығарамыз чемпиондарды. Мәнерлеп сырғанау. Бұл спорт түрі 12 ғасырда пайда болған. Оның жекелей, жұптасып, топтасып сырғанау және мұздағы би түрлері бар. Жекелей сырғанауда міндетті және еркін жаттығудан спортшы өзінің қабілеті мен шеберлігін көрсетеді.
елімізде мәнерлеп сырғанаудан спортшыларымыз биік белестерді бағындырып келеді. Міне, қысқы спорт түрлері осындай. Шыныға жүріңіздер. Өте жақсы балалар, ендеше оқулықпен жұмыс жасайық. Мен сіздерге жұмбақ жасырайын, сіздер табуға тырысыңыздар. Табаныма байладым, қос таяқпен айдадым. Шаңғы, зулап түсіп төменге, шықпас менсіз төбеге. Шана, табанға тақтым, жалпан қақтым, зырлап бақтым. Бұл коньки. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Дұрыс айтасыздар балалар, бұл қар. Сіздер де жұмбақты қатесіз тапты деген сенімдемін. Олай болса балалар, бүгінгі өлеңіміздің тақырыбымыздың авторы Бердібек Соқпақбаевпен таныс болайық. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы Алматы өңірінде дүниеге келген. Балалар жазушысы, ақын, менің атым Қоржа, жекпе-жек, чемпион деген кітаптар жазған. Енді балалар, өлеңмен танысайық. Мен сіздерге өлеңді мәнерлеп оқиын. Сіздер көз алдарыңызға елестете отырып, мұқият тыңдаңыздар. Шынықсын денеміз. Жүріңдер балалар, сырғанақ тебеміз. Құрыспай, құрыштай, шынықсын денеміз. Таяққа бау тағып, шаңғыны майлап ал. Биялай, малақай, бәрінде сайлап ал. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма? Жел үріп, қар кіріп, қоншыңа толмай ма? Желменен жарысып, сырғанақ тебеміз. Құрыспай, құрыштай, шынықсын денеміз. Балалар, әдеттегідей, өлеңде түсініксіз сөздер болатын болса, түртіп алу әдісі бойынша белгілеп отырамыз. Өте жақсы балалар. Түсініксіз сөздерді белгілеп алған болсақ, дәптермен жұмыс жасайық. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жады мен тақырыпты көшірейік. Енді балалар, сөздікке назар аударайық. Түртіп алған сөздеріміз биялай. Бұл қолға киетін жылы қолғап атауы. Құрыштай, берік, мықты деген мағынаны білдіреді. Дәптерімізді ашып, көркем етіп жазамыз. Келесі тапсырма балалар, поэзиялық минут. Сіздерге берген өлеңдегі сызықшалардың орнына келесі тармақпен ұйқасын тауып тұрған сөзді тауып жазып, өлеңді көшіреміз. Өте жақсы. Келесі тапсырма балалар, әр қатарға бөлек беріледі. Бірінші қатар қыс тақырыбына әңгіме жазу, екінші қатар спорт жайлы мақал-мәтел жазады, үшінші қатар қыс тақырыбына сурет салады. Тапсырманы орындап болған болсақ балалар, үйге тапсырма алайық. Шынықсын денеміз өлеңін жаттау және суретке қарап әңгіме құрастырып жазамыз. Өте жақсы балалар. Ендеше сабақтан алған әсерлеріңіз қандай? Күлегештер арқылы кері байланыс жасауды ұмытпайық. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабағымыз осымен аяқталды балалар. Назарларыңызға рахмет.